Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз ағамыз ауылға келдік, көмекке келдік. 2 күнге келгенбіз. Ана жақта міне жабағылар тастап қойған. Биыл қатты су болып тұр. Қызылорда облысы, Шиелі ауданы. Ауылдың аты айтпай ақ қояйын. Міне, ондайда жабағылардың барлығын қолда ұстап отыр. Үйретіп отыр. Сол тамағын беріп, шөбін беріп, суын беріп отыр. Өйткені далада биыл андай айтсам болады, жерде қар жоқ. Как всегда сол су өте аз. Содан судың тапшылығына байланысты қазір барлығын қолда ұстап отыр. Мына жақта міне жоңышқа, сол жоңышқаны шөпті мына турап беріп жатыр. Мына жақта міне мынаның бәрі жабағылар көктем шықса сататын алып қалатын алып қалады ары қарай. Мына жақта да бар міне. Бізде ауылда білесіздер ғой, осы шөп салатындар істеп қойған, баллондарды көрдіңіздер ма? Баллонды мысалға новойда майшаға салдық, майшадан шыққаннан кейін мынандай істеп қойған, бұл вечный кетеді да, бұл шіремейді, ірімейді, әлі бір 30 жыл қызмет етеді ғой, ол адамға ше, қарасаңыз баллонды да осы дайындап қойғанда барлығын істеп. Міне мына жақта да міне жабағылар жақта да жүр. Биылғы төл ғой, құдай қаласа, соның біразын сататын сатып, ауыстырады, жаңадан тұқым алып келеді. Мына жақта Шиелі жағында ірі тұқымдар бар, сода жаймендеп ауыстырып жатыр. Міне мына жақта да трактордың баллоны ескіргеннен кейін бұны да пайдаға асырып, екі жағынан екеуін байлап қойған. Бұған мал байлап қойған. Екі жағынан екі жабағын байлап қояды. Ортасына міне жаңа күнден трабелкінің өткен шөпті мына жаққа салып береді. Ішіне арасына жем салып қояды. Осыған малдар сол кезде күйлі болады. Мына жақта да қарасаңыздар, міне көрдіңіздер ме? Жабағылар тұр. Анау жақта екі жабағын екі жағына байлап қойған. Мына жақта да міне баллондардың барлығына жем-шөп салып қойғанбыз. Әйтпесе қысқа шығу қиын. Көбісінің мысалға ауылда қазір көп жерде күнде ұзалықтар суарып ұзақ емес